Сәлем оқушылар. Бізде бүгін құқық негіздері пәнінен кезекті сұрақты талдайтын боламыз. Бұл жерде қандай да бір қызмет түрін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акт берілген екен. Дұрыс жауабы бізде қағида болады. Жалпы 11 сыныптың ең алғашқы беттерін ашып қалсаңыздар, яғни бірінші параграфта бізде осы құқықтық актілердің құрылымы деп аталатын бар. Сол жерде нормативтік құқықтық актінің түрлері. Яғни нормативтік құқықтық актілер бізде екіге бөлінеді. Біріншісі бұл негізгі, екіншісі бұл туынды. Қарасаңыздар, қағида дәл осы туындыға кіріп тұр. Енді қағидат немесе қағида бұл бізде принцип деп аударылады. Яғни қандай да бір қызмет түрін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акт болып табылады екен. Енді өздеріңіз бір қарап осы параграфты оқып шыға аласыздар. Мына жердегі кодекс, президент жарлығы және де ереже, техникалық регламент туралы барлығы осы жерде анықтамасымен берілген. Бір қарап оқып шықсаңыздар болады.